Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами продолжаем тему родительного падежа. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели, как же меняются прилагательные в родительном падеже. Сегодня мы с вами рассмотрим, как же меняются притяжательные местоимения в родительном падеже. Қаралпақ тілінде тартым алмасқылары родительный падежде қандай болып өзгеруін бүгін көріп шығамыз. Егер басынан бастап, менің бірінші сабақларымнан бастап бақылап бара жатырған болсаңыз, сіздер анық білесіз, мен бірінші әрсептілікті бастағанда атылғын көріп шығамын, яғни өзгеруін үйретемен. Одан кейін келбеттіліктер, сол атылықтармен қандай өзгеруін үйретемен. Одан кейін тартым алмасқыларының, одан кейін сілтеу алмасқыларының өзгеруін үйретемен. Родительный падежде бүгін нәубет келіп тұрыпты тартым алмасқыларының үйренілуіне. Бұл жерде қаратамыз. Қараң, мой ребенок, менің перзентім, характер моего ребенка. Менің перзентімнің характері. Қараң, қаралпақ тілінде айтқан уақытында да. Менің перзентімнің. Нің деген қосымтаны перзент сөзі алып тұрыпты. Сол перзент сөзіне менің деген сөзді істеткенім үшін, рус тілінде де сізлер нің қосымтасын қайсы атылыққа қойып тұрған болсаңыз, соған істетілетұғын тартым алмасығының өзгеруін бүгін үйреніп шығамыз. Характер моего ребенка. Твой, твоего, его, ее қала береді. Наш, нашего. Ваш, вашего. Их болып қала береді. Қараң, сұрауының өзінде сол септілікте келбеттілік қалай өзгерсе, қандай қосымта алу керек болса, сұраудың өзінде сол қосымта бар. Қаме уақыт соның үшін сұраудың өзіне ітібар қаратуды үйренің. Енді, сол жерде бір ітібарыңызды қарататығын зат бар. Ітібар берген болсаңыз, винительный падежде жаңлы атылықларменен келбеттіліктер тап солай өзгереді. Не үшін? Себебі, винительный падежде жаңлы атылықларға кого деген сұрау қойылады. Ал кого деген сұрау және родительный падеждің де сұрауы. Сұраулары бірдей болғаны үшін ұқсастықтар болуы табиғи. Женский родта қараң. Кожа моей сумки. Моя сумка, менің сумкам. Кожа моей сумки. Моей деген сумкаға тиесілі. Менің сумкамның кожасы. Моя, моей, твоя, твоей, наша, нашей, ваша, вашей. Их болып қала береді. Сумка женский родта болған үшін алдындағы алмасық женский родта. Сол сумка, сумки болып өзгерген үшін алдындағы моя, сол менен бірге қосылып, моей болып өзгеруі шарт. Бұл жерде де және ітібарыңызды қаратқым келеді. Алдыңғы келбеттіліктерді көріп шыққанымызда да мен сіздердің диққатыңызды қараттым. Ітібарыңызды предложный падежде женский родтағы атылықтарменен келбеттіліктер қалай өзгерсе, родительный падежде де женский родтағы атылықтармен тап солай өзгереді деп айтып кеттім. Бүгінгі сабағымызда да тап сол жағдай. Женский родтағы атылықтарменен предложный падежде тартым алмасқылары қалай өзгерсе, родительный падежде тап солай өзгеріп тұрыпты. Бұл бір қолайлық, яғни сіздер еслеп қала алатығындай жағдай. Әмме септілікте средний родтағы атылықлар менен мужской родтағы атылықлардың ұқсасылық жерлері бар. Яғни келбеттіліктер, қатарлық санлар, һәм тартым алмасқылары, алмасқылар мужской родтағы атылықлар менен де, средний родтағы атылықлар менен де бірдей болып өзгереді. Сіздер мужской родтағы атылықлар менен қандай болып өзгеруін біліп алсаңыз, демек средний родтада беймәлел тап солай өзгертіп қолдана аласыз. Біздердің сабақларымызды бақылап барып жатырған болсаңыз, қандай да бір сұраулар туып жатырған болса сабақ барысында, беймәлел комментарийға жазып кетесіз. Һәм мен беріп жатырған білімлерімді сіздер өміріңізде пайдаланып атырсыз деп үміт етемен. Һәм сіздерге қандай да болса да, азғантай болса да жәрдемім тиіп жатырған болса, жүдә қуанышлымын. Лайклар басасыз, ұнап жатырған болса, түсінікті болып жатырған болса, қандай да бір өзгерістер кіртуімді қалесеңіз, оны да беймәлел комментарийде жазып қалдырасыз. Біздердің инстаграмдағы, телеграмдағы каналларымызға қосылып,
беймәлел біздерменен еледе байланыс орнатсаңыз болады. До свидания.